ылғи осындай енді ұлттық құрама деп жанымыз беруге дайынбыз ғой, бірақ осындай әңгіме айтқан кезде бір жағынан қатты қынжыламын мен. Неге? Біз жылдан жылға бір Еуропаның ұлттық құрамасын қосып отырмыз осы мысалға. Люксембургта қазір оңай емес, Фарер аралдарда оңай емес, енді Андорраны қосып отырмыз, оңай емес деп ше. Андорра кеше дәлелдеп кетті ғой. Олар бізден төмен құрамалар еді бәрі. Қайда төмен? Қазір Сан-Марино ғана қалды ғой. Сан-Марино мен Лихтенштейн қалды. Лихтенштейн де оңай емес дегенге 5 жылдан кейін жетіп отырсақ, мен дұрыс емес ол. Онда біз жетсек онда біз бір орында тұрдық деген ғой. Иә, демек олар біздің деңгейімізге жетіп жатыр ғой. Фарер аралдары, Андорра, тағы кім бар? Жаңа айттым ғой мен қазір. Гибралтар. Гибралтар емес. Люксембург мысалы. Люксембург озып жатыр Қазақстаннан. Косово мысалы күні кеше ғана УЕФА мүшесіне енген. Олардың барлығы бізден төмен еді, демек біз тұрып қалдық. Бізге Словакия, Словения, Румыния деңгейіне бір қадам жасау керек болып тұр. Олар бізден артта жүру керек ылғи. Иә, мысалы сен жаңа айтып отырсың ғой, ұлттық құрама деп жігіттердің бойынан сондай бір көрдім деп. Мысалға, егер екі вариант бар. Сол ойында егер жігіттер барын салып ойнау керек қой. Және ойнады деп қабылдаймыз, дұрыс па? Барын салды. Барын салған осы болса, сонда ол қалай болады деген бір қорқыныш бар менде. Ол ертең мысалы ұлттық құрамада ұлттар лигасы болады, сонда осы ойнаған жігіттер ертең қалай ойнайды, қалай көшбасшы болады деген бір сұрақ. Екінші сұрақ, барын салмады, бір дұрыс ойнай алмады, шаршады дейін десек, шаршап жүріп сен Фарер аралдарын ұтуың керексің. Өйткені Фарер аралдарында тұрақты лига жоқ, лидер жоқ, олар да күш жұмсап келді. Хорватиямен ойнады, Черногориямен, Чехиямен демалып жатқан ешкім жоқ. Сондықтан да бізде бұл жерде Талғат Маруалы Байсуфинов осы құрамды қарайды да, келесі ұлттар лигасының іріктеуінде бір қатар ойыншыларды шақырмауға толықтай құқығы бар. Ешкім бұнадан кейін әңгіме айта алмайды. Фарер аралдарын ұту керек деген мақсат тұрса, Қазақстан ұлттық құрамасы сол мақсат бойынша жұмыс істейтін еді. Бірақ ұлттық құрамада мақсат футболшыларды сынап көру ғой, жолдас. Енді сол сынап көрген футболшылар ұту керек, Әлімжан. Бір креатив жетіспеді ғой бізде шабуылда. Мысалы, Ғалымжан Кенжебек сияқты футболшылар. Енді сол креатив жасай алмай тұр ғой футболшылар, дұрыс па? Соны көрдік қой. Короче, мен ұлттық құраманы бір ақтабағым келмейді. Мен де ойынды көріп отырдым. Былайша айтқан кезде по факту в чистую бізді былай да былай катать етіп ұтып қойды.